Армысыздар, менің YouTube тыңдармандарым. Сезім сергелдеңі деп аталатын әңгімені баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Қараңғылық басқан қаланың тыныштығын қашырып, есіктен шыға сала көмектесіңдер деп айғайлады. Қырсыққанда жақын маңда тірі жан жоқ. Пәтерлерден сансыз сәулелер жарқырап тұрса дағы ешбірі көмекке келе алмас. Келгеннің өзінде де олар жетіп үлгергенше жемтігін қуған қасқырдай қанішер қуып жеткен бойда бауыздап өлтіретіні анық. Құдай берген екі аяғынан басқа тірі жанға сенім арта алмасын түсінгенде нәзік талдырмаш денесіне тылсымнан күш тарығандай алды-артына қарамай зымырай жөнелді. Ол қазір кеудесіне сыймай соққан жүрегінің дүрсілін ғана естіп келеді. Құрбысының қансырап жатқан бейнесі мен қанішердің қанталаған отты көздері көз алдынан кетер емес. Артына бұрылып қарауға жүрегі дауаламады. Бірақ оның ілесіп келе жатқанын сезді. Бойындағы күші сарқылып барған сайын жүрісі баяулап бара жатыр. Еркіне бағынудан қалған аяқтарына қиыршық тастар батып, суықтан жансыздана бастағанда ғана пәтерден жалаң аяқ жүгіріп шыққаны есіне түскендей. Оны елейтін де шама бар ма? Сәл-ақ шыдаса жолға шығып көмек қолын созар адамдарға да кезігемін деген ойдан үміті оты қайта тұтанды. 10 шақты қадам жерге тұрған көше шамдары дәл бір қалың қараңғылықтан алып шығар жарық күннің нұрлы сәулесіндей көрінді оған. Жеттім-ау деген шақта суық қол білегінен шап беріп ұстап алды. 3 күн бұрын еңгезерде инспектор полиция департаментінің ғимаратына жедел басып кірді де кабинетінің есігін жұлқа ашты. Әріптестері де дайын отыр екен. Ду қол шапалақпен қарсы алған. Тұс-тұстан мақтау айтып, дәл бір өздері қанды қол қылмыскерді ұстағандай мәре-сәре. Қызметкерлердің арасындағы ең беделді, ең тәжірибелі саналатын Мұратты арқасынан қағып, өзімнің шәкіртім ғой деп мақтанып қояды. Жеңісіңді жумаймыз ба? Бұның өзі де жеңіс емес пе? Тергеушінің өмірі сол қызметкерлермен айқасып жүргені қашанда. Бұл дәу Тайсыннан кем соқпайды деп Сәдуақас әріптестерін бір күлдіріп алды. Жарайды, енді қызарып кеттің ғой тіпті. Тұмсығын бұзғаның өтірік емес қой. Бала күнімде боксқа қатысқаным бар. Бірақ Тайсынға жету қайда? Қызарақтап ұялып қалды. Осы ортада шені жоғары Асхат сөзге араласып, тисе бермеңдер. Енді одан да мейрамханаға барайық дегені сол еді, телефоны безілдеп қоя берді. Я, тыңдап тұрмын деді сөзін бөлген адамды жақтырмағандай өктем сөйлеп. Артынша қабағы түйіліп, жайдары жүзі суып кеткеніне Мұраттан өзгелер де мән берген жоқ. Бір-бірімен қалжыңдасып, улап-шулап мейрамханаға жиналуда. Ай, сен қайда барасың, деді Мұрат, жазба кітапшасы мен қаламын түгендеп, көлігінің кілтін іздеп әуре саранға түскен Асхатқа қарап. Шахристан шағын ауданында жас жігіттің мәйітін тауыпты. Шұғыл түрде оқиға орнына жетуім керек. Құдай-ай, қайда қойып едім кілтімді? Қайда кетті? Керек кезде ылғи да осылай жоғалып кетеді екен. Ой, ақымақ басым-ай, папкалардың астына көміліп қалыпты ғой. Ал жақсы жігіттер жұмыс күтіп тұрмайды. Менсіз тойлай беріңдер. Әрине, Асхаттай әріптестеріңсіз отырыс аса қызық болмас деп риясыз жымиып шығып кетті. Қызыл лентаны үзіп жіберердей көруге талпынып жатқан, сығылысқан халық. Асхат көліктен түсе салысымен адамдарды итеріп, асыға басып, мәйіттің қасына жетті. 24-25 шамасындағы жас жігіт шалқасынан жатыр. Жақындай келе аңғарды. Пышақ жүрек тұсына жақын қадалған екен. Өңі қуқыл тартып, денесі қатайып кеткеніне қарағанда өлгеніне 2-3 сағат уақыт өткен. Бірінші болып оқиға орнына келген лейтенант жағдайды баяндауға кірісіп кетті. Қансырап жатқан жерінен ең бірінші болып дүкенге кештете шыққан көрші әйел тапқан екен. Марқұм ол кезде әлі де тірі болыпты. Бірақ өз қанына өзі шашалып, жөнді еш нәрсе айта алмай өліп кеткен көрінеді. Ол әйел қайда? Асхат медициналық қолғаппен мүрдедегі жарақатты зерделеп жатып. Әне, жедел жәрдем көлігінде отыр. Өлген адамды бұрын көрмегенмен болар. Милиция хабарласуға ғана шамасы жетті. Саусақ іздері бар ма екен? Ізі қалдырмаған. Марқұмның аты жөнін анықтадыңыздар ма? Әмиянда жеке төл құжаты болыпты. Аты жөні Байбосов Марлен Қуанышұлы, 94 жылғы. Осы көп қабатты үйлердің бірінде тұрады. Туысқандарына хабарластыңдар ма?
әке-шешесі 2 жыл бұрын жол апатынан көз жұмған екен. Жалғыз қарындасы бар. Түсінікті. Заттары түгел ме екен? Әмиянда ақша бар ма? Көк тиында жоқ. Асхат мәйітті тапқан әйелмен сөйлесейін деп жедел жәрдемге бет алды. Әйелдің 2 көзі домбығып, көп жылағаннан өңі қуарып, тілі өліктей отыр. Марқұмды тапқан сіз бе? Жағдайды тағы бір мәрте баяндап беріңізші. Мен сүт алайын деп дүкенге бара жатқанмын. Кенет тіз қатар тізілген көліктердің арасынан ыңырсып қиналған адамның дауысы естілді. Қарасам, біздің Марлен қансырап жатыр екен. Көз жасын ұстай алмай жылап жіберді. Сабыр сақтаңыз, сізге ол не айтты? Тілге келе алмады ғой байқұс бала, деді иегі кемсеңдеп, әр сөзін баладай буын-буынға бөліп. Үй ішін жақсы танушы ма едіңіздер? Бұрын біреумен керісіп, беті көгеріп келетін кездер болып еді. Ой, мен қайдан білемін, таң атқаннан қара кешке дейін қызметте. Бір кешкі уақытта анда-санда көріп қалғаным болмаса, аса араласпаймыз. Оданша қарындасынан сұрасаңыздаршы. Әне өзі де келеді деп, қызыл палто киген, келбеті келісті бойжеткенді нұсқады. 2 адам қолтығынан сүйеп тұр екен. Асхат қасына жете бере, қайғылы хабарды көтер алмай, қыз есінен танып қалды. Камила, ағаңыз жайлы айтыңызшы, қандай адам еді? Қастандық жасайтындай дұшпандары болды ма? Кімдермен жақын араласты, достары, әріптестері, бәрін түгелдей атап шығыңызшы. Жаман не жақсы болса да, қанына сіңген әдеттерін жіпке тізіп берсеңіз, кейде маңызды емес боп көрінген детальдардың өзі қылмысты ашуға септігін тигізеді. Марлен өте жақсы адам болатын, жаман әдеттері жоқ, достары көп еді. Былтырдан бері жан құрбым Дианамен кездесіп жүретін, оған үйленуге ұсыныс жасаймын деп жүзік те сатып алып қойған. Ал кеше сөйлеспедіңіз бе? Жоқ, ол жұмысқа таң атпай кетеді ылғи. Соңғы уақыттар жүріс-тұрысында өзгешелік байқалды ма? Біреумен сөзге келіп еді? Жоқ, бірақ өткен аптада Диананың досымен соқтығысып қалған. Аты кім, қандай жігіт, төбелесуге не себеп болды? Махаббат қызға талас, кезекті драма, любовный треугольник деген атпен кітап жазып шығатындай шым-шытырыққа толы оқиға. 3 ай бұрын қайдан екені белгісіз бір жігіт пайда болып, құрбымның артынан қалмай қойғаны. Ақыры Марленмен төбелесіп тынды. Қызғаныштың тілінде шоқ ұртында мұз екені мәлім. Естуімше ол дәрігер, қалалық емханада жұмыс істейді. Қандай адам екенін білгілеріңіз келсе айтайын, нағыз суайттың өзі. Көрген қыздардың бәріне көз салатын құс-құмар өркөкірек біреу. Түрмеден қашып шыққан қанды қол қызметкер десе таңғалмас едім. Түрі де соған келеді. Бір көргеннен ұнатпадым. Кенет бойын ашу ыза кернеп айғайлап жіберді. Қарғыс атқыр. Егер өлтірген сол оңбаған болса, жердің түбіне түсіп кетсе де жазасын беремін. Сабыр сақтаңыз, жазалауды бізге қалдырыңыз. Құрбыңызды да жауапқа тарту керек сияқты. Келесі қояр сұрағым болды. Бұдан ары қарай шыдай алмаймын деп, көз жасын іркіп әрең ұстап отырған Камила жылап жіберді. Көз жасын сүртіп отырып дірілдеген қолдарын әрең егеріп құрбысының номерін жазды. Айып етпеңіз әрине, бірақ кеше қайда болғаныңызды сұрауға мәжбүрмін. Жұмыста меңгеруші тексеріс келеді деп құжаттарды ретке келтіруді тапсырды. Полициядан хабарласқан соң жұмысымды тастап келдім. Түсінікті, келгеніңіз үшін рахмет. Сізді қызметкерлеріміз үйіңізге жеткізіп салады. Мынандай халде көлік жүргізу қауіпті ғой. Қылмыскерді табамын деп уәде бересіз ғой деді есіктен шыға бара жатып. Иә, уәде беремін деп қызды шығарып салған соң есікті ашып дәліздің арғы бетінде жігітке дауыстады. Садуақас, бері кел, саған тапсырма бар. Мына номерге хабарласып Диананы шақырды. Қалалық емханада Ғазиз деген дәрігер жұмыс істей ме, анықтап біл. Жеке басы жайында толық ақпараттар жина, тездет. Ал сен не істеп жүрсің мұнда? Деп сұрады Мұратты көрген бойда. Көмектесейін деп келдім. Істі дұрыс жүргізіп жатқан жоқсың. Негізі шаруаң болмасын, деді заланы. Бұл маған тапсырылған жұмыс, араласпа. Ол жетімдер үйінде өскенін білмейтініне бас тігемін. Білемін, сонша ақымақ санайсың ба? Ендеше неге қарындасынан ағасымен арақатынас жайлы сұрамадың? Үй, мейрамхана, қымбат көліктер кімнің атына жазылғанын анықтау керек. Бәлкім мұраға таласқа түспес үшін өлдіргені шығар. Тексеріп қойдым, деді Асхат көкірегін керіп. Туғанның орны бөлек, әке-шешесі бар мүлікті қыздың атына жазып кетіпті.
Марленге оның қажеті де болмаған. Бай асыраушыларының арқасында шетелде оқып, өз бизнесін ашып білде-бір компания басқарған. Жиған табысы қарындасынан сәл кемдемесең шалқып өмір сүруге жетерлік. Дегенмен дәрігер жігіт тонап кетті дегенге сенбейтін шығарсың. Ақшасын қалтасына басып кетпесе де өлтірді деуге негіз бар. Сезімге шырмалған ғашық адам не істемейді? Ал ұры-қарылар онсыз да толып жатыр. Қансырап жатқан бай жігітті көріп ойланбастан әмияндағы қомақты қаржыны жымқырып кеткен. Қиын түгі жоқ. 2-3 күннің ішінде-ақ істі прокуратураға жіберіп қалармыз. Асхаттың күдігі расқа айналғандай. Садуақас та жайсыз хабарды жеткізді. Дәрігер жігіт кеше аяқ астынан уақытша демалыс алып қаладан кетіп қалған екен. Тергеушінің бұйрығы бойынша барлық милиция бекеттеріне күдіктінің суретін жіберіп, қатаң қадағалау жүргізіле бастады. Қылмыскерлерді қолға түсіру ғана қалды деп, қабілетіне күмәнданған Мұраттың бетіне мырс етіп күлді. Осымен 15 жыл бойы екеуі бір институтта білім алып, бір мекемеде қызмет істеп, тайталасып келеді. Атақ, даңқ пен абырой соңғы тамшысына дейін Мұратқа бұйырған іште қызғанатын. Мені мазақ қылғандай көмегін ұсынып тұр, істі дұрыс жүргізбей жатсын деп әкіреңдейді тіптен. Қарада тұр, әлі-ақ абыройымды асқақтататын талай қылмысты ашамын деп іштей Асхат айтты. 2 сағаттан соң орта бойлы қыпша бел, қолаң шашты ару көптің назарын өзіне аударып, кербес басып кабинетке кірді. Бикештің ақшыл өңі одан бетер қуарып кеткені бірден байқалып тұр. Гауһар тасты жүзік тағылған саусағымен шашын ақырын құлағына қайырып жатып, басын изеп амандасты. Тұнық ботадай көздерімен отырғандарды бір шолып, қою қара қасын сәл көтере, Асхат Өмірәлі деген кім деген сұрағанда, Садуақас пен Арман деген адамның мен дегендей бір уақытта қолдарын жоғары көтеріп, бәрін ду күлдіргені қызды одан беттер қызартты. Есік жағында отырған жас жігіт, қаласаң сен үшін мен Асхат бола салайын деді. 1 бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.